700 мыңнан астам көлік құралы бар ірі мегаполисте ерекше жауапкершілікті сезіну және жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтау маңызды. Жол инфрақұрылымын дамытудың бір бөлігі айналма жол қозғалысы көзделген автомобиль жол айрықтарының құрылысы. Сонымен шеңберлі қозғалыста көлікпен қалай дұрыс жүру керек? Білуіміз қажет айдарының осы шығарылымында. Мен Ақбота Қуанышбекқызы. Жол ережесі 8-6 тармақ. Оңға солға бұрылу немесе бұрылар алдында жүргізуші айналмалы қозғалыс ұйымдастырылған қиылысқа кірген кезде бұрылыс жасалатын жағдайларды қоспағанда осы бағытта жүруге арналған жолақта және жолақта тиісті төтенше жағдайды алдын алуға міндетті. Егер қиылыста 581 және 582 жолақ бойынша қозғалыс бағыттары жол белгілері болмаса, онда шеңберге кез келген қатардан кіруге рұқсат етіледі. Егер жоғарыда аталған белгілер болмаса, шеңберден шығуға тек оң жақтағы қатардан рұқсат етіледі. Сондықтан шеңберлі қозғалыстан шықпас бұрын оң жақ жолаққа қайта оралу керек. Қарапайым сөзбен айтқанда, шеңбердің алтын ережесі кез келген жолақтан кіру, ал шығу тек оң жақта. Жол беру қажет болған жағдайда 2-1 негізгі жол және 2-4 жол беру басымдық белгілерін басшылыққа алу керек. Егер белгілер болмаса, ереже бойынша сіз оң жақтағы кедергі, яғни оң жаққа жақындаған көлік құралын өткізіп жіберіңіз. Жолдарыңыз болсын.